Қайырлы күн құрметті көрермендер. Бүгін бәріңіз түсінгендей аңдыз, немесе жалпақ тілмен айтқанда девисил емдік өсімдігінің пайдасы мен зияны туралы сөз қозғайтын боламыз. Гиппократтың өзі бұл өсімдік туралы әртүрлі ауруларды емдегені туралы өз еңбектерінде айтқан. Оның пайдасы неде? Қандай ауруларға тағайындалады? Оларды қалай дұрыс қабылдау керек? Және аңдызды қандай аурулар кезінде пайдалануға тыйым салынған? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін көретін болсаңыздар, аңдыз туралы барлық пайдалы ақпаратты алатын боласыздар. Ал роликтің соңында біз міндетті түрде халықтық рецепттермен де бөлісетін боламыз. Олар көп гүлдер тұқымдасына жатады. 3 метр биіктікке дейін өседі. Қара жасыл түсті үлкен жапырақтары және сары түсті үлкен гүл шоғыры бар. Алтын сары гүлдері үлкен түймедаққа немесе кішкентай күнбағыстарға ұқсайды. Сонымен аңдыздың пайдасы неде? Халықтық медицинада өсімдіктің тамырлары мен гүлдері ерекше құнды. Оларда инулиннің 45% шоғырланған. Метаболизм процестері мен ас қорытуды реттейтін биологиялық белсенді қосылыстар бар. Сонымен қатар минералдардың сіңуіне жақсы ықпал етеді. Аңдыздың құрамында әртүрлі шайырлар, бірқатар эфир майлары бар. Олар организмдегі көптеген процестерді реттейді. Сонымен қатар көп мөлшерде құрамында аскорбин қышқылы және токоферол бар. Ал бұл тамырлар мен жасушаларға аса қажет. Олардан басқа өсімдік жөтелге көмектесетін терпен қосылыстарына бай. Сонымен қатар лактондар сияқты заттар бұл капиллярлардағы қан ағымының қарқындылығын арттырады. Асқазандағы шырыштың синтезін ынталандырады, бауырды тазартады және артық өтті ақырын кетіреді. Сапониндер сергітетін және күш беретін әсерге ие. Е дәрумені күшті антиоксидант. Алкалоидтар жүректің, бронхтың және ми жасушаларының жұмысына оң әсер етеді. Ал құрамындағы камет заты семіздіктен қорғайды және қандағы қантты қалыпқа келтіреді. Флавоноидтар гепатопротекторлық әсерге ие және жалпы қабынуды тежейді. Әйгілі болған кверцетин заты иммунитетті нығайтады. Дене жасушаларын әртүрлі мутациялардан қорғайды. Аңдыздың 9 пайдалы қасиеті. Девисил тамыр сабақтары әртүрлі құрамға байланысты күшті әсері бар табиғи дәрі. Осылайша өсімдіктің атауына сай 9 нақты емдік қасиетін талдап көрейік. Біріншіден, ас қорытуды ынталандырады, ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді, перистальтиканы белсендіреді, метаболикалық процестерді қалыпқа келтіреді және тәбетті жақсартады. Сонымен қатар іш қатудан зардап шегетін адамдар үшін пайдалы болып келеді. Өйткені ол нәжісті шығаруға жұмсақ әрі тиімді көмектеседі. Инулин басқа заттармен қатар пайдалы ішек микробтарының өсуін ынталандыратын табиғи пробиотикалық агент болып табылады. Егер олар тоқ ішекке енсе, микробиома оны белсенді түрде ыдыратады және ол арқылы тамақтанады. Екіншіден, ол асқазанның шырышты қабығына емдік әсер етеді. Асқазан сөлінің жоғары қышқылдығын бейтараптандырады. Олар асқазан ішек жолдарының, колиттің және ойық жараның әртүрлі жараларын емдеуде қолданылады. Сонымен қатар ол кальцийдің, магниймен бірге сіңуін күшейтетін қасиетке ие. Ішектен артық холестеринді кетіреді. Үшінші, девисил ауырсынуды басады және суық тию мен жоғары тыныс жолдарының инфекцияларын емдеу үшін қақырық сүретін агент ретінде белсенді қолданылады. Бронх демікпесі, көк жөтел және бронхит сияқты. Ал туберкулезбен ол клиникалық белгілерді жеңілдетеді. Зақымдалған өкпе тінінің жазылуына жақсы ықпал етеді. Төртінші, ұйқы безінің жұмысын реттейді. Ұйқы безі ферментативті белсенділікті реттеуді қажет етеді. Ал бұл функцияны өсімдікте кездесетін алкалоидтар мен Е дәрумені орындайды. Аңдыздың тамыры мен шөбі панкреатит кезінде көрсетілген шөп жинақтарының құрамына кіреді. Бесінші, қант диабетіне көмектеседі. Инулиннің арқасында девисил қандағы қант деңгейін реттейді. Оның күрт өсуіне жол бермейді. Инсулинге төзімділіктің дамуына жол бермейді. Ал бұл екінші типті қант диабетінде маңызды болып келеді. Сонымен қатар шөп қант тамырларының бұзылуынан қорғайды. Трофикалық зақымданулардың пайда болуына жол бермейді. Алтыншы, геморройға тыныштандыратын және гемостатикалық әсер етеді. Девисил геморройға қарсы шамдар мен майлардың бөлігі болып табылады. Бұл тікшектің ауырсынуын және қабынуды жеңілдетеді. Анустан қан кетуін тоқтатуға жақсы көмектеседі. Жетінші, бұл табиғи антибиотик және паразиттерге қарсы.
Өсімдіктің құрамындағы алан-талактон заты ішек құрттары мен басқа паразиттерге қарсы химиялық белсенділікке ие. Дивисил препараттары дөңгелек құрттарды, кәдімгі құрттарды, жүндес құрттарды және қамшы құрттарын анықтаған кезде тағайындалып жатады. Сондай-ақ шөп алтын стафилококқа қарсы тиімді болып келеді. 8. Артроз және артрит кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдетеді. Бұл аурулар егде жастағы адамдарға тән өзгерістерге жатады. Олар мүгедектіктің жалпы себебі болып табылады. Өйткені көп жағдайда ол үлкен буындарға әсер етеді және қозғалыс белсенділігінің бұзылуына келеді. Дивисилдің анальгетикалық және қабынуға қарсы әсері осы патологиялардың дамуының барлық кезеңдерінде жақсы көмектеседі. 9. Жасушаларды мутациядан сақтайды. Андыздың белсенді компоненттері қатерлі ісік жасушаларының өршуіне жол бермейді. Дивисилдің емдік рецептері. Ол жеке дәрілік зат түрінде немесе басқа дәрілік өсімдіктердің құрамында бірге қолданылады. 1. Тұнба рецептісі. Бір шай қасық құрғақ өсімдік тамырына 1 стакан салқындатылған қайнаған су құйыңыз. 8 сағат тұндырыңыз, содан кейін сүзіп алыңыз. Күн аралығында стаканның 4-тен 1-ін тамақтанудан 15 минут бұрын 4 рет ішіп отырыңыз. Бұл кешенді терапияның бөлігі ретінде ас қорыту патологиясын емдеудегі ең жақсы құралдардың бірі. Сонымен қатар ол денені сергітеді, иммундық жүйені нығайтады, жөтелмен күресуге жақсы көмектеседі, вирустарға да қарсы тұрады. Ал жергілікті қолданған кезде теріні безеулер мен қабынудан тазартады. 2. Дивисил қайнатпасының рецептісі. 1 ас қасық құрғақ шикізатқа 1 стакан қайнаған су құйыңыз. Су ваннасына салыңыз және 10 минут қайнатыңыз. Содан кейін 2 сағатқа қалдырыңыз. Дайын өнімді патологияға байланысты дәрігер анықтаған дозада қабылдаңыз. Көбінесе мұндай өсімдіктің қайнатпалары тыныс алу патологиясын емдеуде қолданылады. Олар бронхит кезінде тиімді, қақырықты сұйылтуға және қақырық түсіруге көмектеседі. Ал сыртқы жақпа ретінде тері проблемаларын жоюға көмектеседі. Сонымен қатар теріні және шашты нәрлендіру, сонымен қатар жақсарту үшін ванналарды қабылдау кезінде қолданылады. 3. Спирттік тұнба рецептісі. 1 ас қасық құрғақ шикізатты жарты литр араққа салыңыз. Оларды мұқият араластырыңыз және мықтап жауып қойыңыз. Қараңғы жерге 14 күнге қойыңыз. Мезгіл сайын шайқап отырыңыз. Дайын өнімді сыртқа қолдану үшін концентрацияланған ерітіндіні 1:10 қатынасында жасау қажет. Алайда бұл өнімді дәрігердің нұсқауы бойынша ғана қатаң түрде қолданыңыз. Ал ішке күніне 3 ретке дейін 10 тамшыдан 20 тамшыға дейін қолдануға болады. Мұндай өнім ішек пен асқазан проблемаларына да жақсы көмектеседі. Ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді, тәбетті арттырады. Бұл метаболизмді белсендіруге көмектеседі. Артық салмақпен күресетін адамдар үшін де пайдалы болып келеді. Буындардың қабынуын азайтады, ауырсынуды басады, өт айдағыш және тазартқыш әсерге ие. Жөтел мен суық тиген кезде пайдалы болып келеді. Ал сыртқа қолданған кезде безеуді, қызаруды және қабынуды емдеуде қолданылып келеді. 4. Шай рецептісі. 1 шай қасық құрғақ шикізатты 1 кесе қайнаған суға салыңыз, 15 минутқа қойыңыз. Дайын өнімді күніне ішер алдында 1 кесе шайға 1 қасық бал қосып отырыңыз, әйтпесе сусын ащы болады. Сонымен қатар оны зверобой, чабрез, қайың бұршақтары, айыр шөптермен араластыруға болады. Ал әсерді күшейту үшін көкжидек, итмұрын, таңқурай қосуға болады. Дивисил тамыры бар шайды мезгіл қабылдау бас ауруын, ревматизмді және буындағы проблемаларды жояды. Шай тері ауруларының алдын алуға көмектеседі, безеуді кетіреді. Ол сергітетін әсерге ие, иммунитетті ынталандырады, қажетті минералдар және дәрумендермен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар тұмауды алдын алуға да жақсы көмектеседі. Андыздың қарсы көрсетілімдері. Бұл шөптің барлық жақсы қасиеттеріне қарамастан қарсы көрсетілімдері де бар. Сонымен өсімдік компоненттеріне аллергия, жүрек немесе қан тамырларының ауыр проблемалар болған кезде тыйым салынады. Дивисилді емізетін және жүкті әйелдерге, сондай-ақ асқазан қышқылдығы төмен адамдарға қолдануға болмайды. Ал жоғары қышқылдық болған кезде оның спирттік тұнбаларын қолдануға мүлдем болмайды. Сондай-ақ андыздан жасалған препараттарда төмен қысымда қабылдауға болмайды. Бұл естен тануды тудыруы мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз.
Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.